Қазіргі уақытта мына әлеуметтік желілерде жылқы шаруашылығына мүлдем субсидия берілмейді, мемлекеттік қолдау жоқ деген ақпарат тарап жатыр. Жалпы мына жылқы шаруашылығы бізде жақсы дамып келе жатқан сала. Бірінші кезекте мысалы 1991 жылы енді негізгі көрсеткіш бізде жылқы саны бойынша 1,7 миллион бас болған. Осы нарықтық экономикаға көшу кезеңінде біраз шаруашылықтар адырап, соның есебінен мал саны төмендеп кетті. Мысалы 2000 жылы жылқы саны небары 900 мыңның үстінде ғана болды. Осыған байланысты жалпы мемлекеттік қолдау бағдарламалары әзірленіп, 2011 жылдан бастап осы жылқы шаруашылығына мемлекеттік қолдау көрсету шаралары жүзеге асырылды, және бұл шаралар өз тиімділігін көрсетті деуге болады. 2011 жылдан бастап жылқы шаруашылығына бірінші кезекте асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуға, асыл тұқымды малды сатып алу кезінде бір реттік берілетін төлем субсидиясы көлемі бар. Ол осы жыл аралығында 40 мың теңгеден 100 мың теңгеге дейін өсті. Қазіргі уақытта шаруа егер асыл тұқымды жылқы алып, жаңағы өз табының тұқымдық түрлендірем деген мақсаты болса, онда сол алынған асыл тұқымды басына 100 мың теңге бір реттік субсидиясын ала алады. Мемлекеттік қолдау мынау қымыз өндірушілерге де беріледі. Яғни әр литріне 60 теңгеден субсидия бөлінеді. Жалпы бір бие зоотехникалық жаңағы нормативке сәйкес ол 750-800 литрдей сол өндірілген сүтті есептеген кезде бір басына орташа есеппен 45 мың теңге субсидия алады. Жылқы қауымдастықтары бар бізде. Жалпы салалық одақтармен бірлесіп отырып, осы жылқы шаруашылығына биылғы жылдан бастап қосымша жем-шөпке субсидия бөлу қарастырылып отыр. Әр басына орташа есеппен 20 мың теңгеден субсидия қосымша беріледі. Жалпы тек қана осы бағытқа біз биылғы жылғы бюджетте 1 миллиард теңгеден астам қосымша қаражат қарастырып отырмыз жылқы шаруашылығына. Жүргізілген шаралардың нәтижесінде жылқы саны бүгінде 2009 жылдың нәтижесі бойынша 2,9 миллион басқа жетіп отыр. Яғни біз 1991 жылдың көрсеткішінен едәуір асып отырмыз, яғни өсім 1,7 есе артып отыр. Жалпы асыл тұқымды малдың үлесін біз 8%-ға дейін арттырдық осы шаралардың нәтижесінде. Енді арман қарай мемлекеттік қолдау жалғасатын болады. Бірінші кезекте ол жаңағы асылдандыру жұмыстарына, екінші кезекте осы өнімді өндірген шаруа қожалықтарына оны қайта өңдеп сатқан жағдайда субсидия беріледі. Осыдан 3 жыл бұрын жалпы мынау бие сүтін тереңдете өңдеп құрғатылған өнім шығарып, оны экспорттық нарыққа шығару бойынша жұмыстар қолға алынған болатын. Бүгінгі таңда осы Қазақстанда 2 кәсіпорын іске қосылды, өте жақсы жұмыс істеп жатыр. Ол Қарағандыда, Бұқар-Жырау ауданында Евразия Инвест компаниясы жаңағы бие сүтін өндіріп, оны құрғатып, жаңағындай Саумал деген брендпен нарыққа шықты. Ол бүгінде Германия нарығына шықты. Ресейде көп сатылады, Қытай нарығына да шығып жатыр. Жалпы сұраныс өте жоғары. Менің ойымша осы жылқы бағытында негізгі экспорттық нарық осы тереңдетіле өңделген өнім болу керек. Және осыған байланысты агроөнеркәсіптік кешенді қолдау бағдарламасы аясында осы шаралар, қолдау шаралар арман қарай жалғасатын болады. Сонымен қатар 2016 жылдан бастап министрлік тарапынан құлан бағдарламасы қолға алынған болатын. Осы бағдарламаның аясында фермерлік шаруа қожалықтарын жеңілдетілген несиелендіру арқылы мал сатып алуына жағдай жасалынды. Жалпы біраз фермерлік қожалықтар осы құлан бағдарламасы аясында мал санын арттырып, жаңағы жеңілдетілген несие алды. Несиенің жалпы мерзімі 10 жылдық, орташа есеппен 6%-мен беріледі. Былтырғы жылы қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы аясында осы бағдарламаны одан әрі жетілдіруді қарастырдық. Соның аясында қазіргі уақытта бөлінген қаражат шеңберінде жылқы шаруашылығы да енгізілді. Фермерлік қожалықтар осы қарапайым заттар экономикасы бойынша да
несие алуға мүмкіншілігі бар. Несие жаңағы талаптары сол 6%-бен 10 жылға беріледі. Осы мемлекеттік қолдаудың арқасында жылқы шаруашылығында соңғы 5 жылда ет өндіру көлемі 30%-ға өсті. Бүгін таңда жалпы шаруа қожалықтарымен 130 мың тонна жылқы еті өндіріледі. Бие сүтін өндіру көлемі де 7%-ға артты. Бұл да сол мемлекеттік қолдаудың нәтижесінде іске асырылып жатыр. Мемлекет тарапынан қосымша шаруаларға жаңағы жем-шөп дайындау үшін техника сатып алуға жағдай жасалынған. Бүгінгі таңда жем-шөп техникасын сатып алуға 25% техниканың құнынан субсидия беріледі, инвестициялық субсидия. Соның аясында бұл субсидияның бір ерекшелігі, оны егер фермердің өзінің қаражаты болмаса, несие алу кезінде, және техниканы сатып алу кезінде, оны алдын ала төлемге жұмсап, сол техниканы кепілсіз сатып алуға мүмкіншілігі бар. Сонымен қатар видеода шошқа шаруашылығы саласына берілетін субсидиялар қозғалған. Бұл бойынша айтатыным, жалпы бұрын шошқа шаруашылығына әр өндірілген еттің килограммына субсидия берілетін. Біз министрлік тарапынан 2017 жылы талдау жүргізіліп, жалпы субсидиялардың тиімділігі сараланды. Соның нәтижесінде осы бағыттың тиімсіздігі анықталды. Және 2018 жылдан бастап жаңағы шошқа етіне берілетін субсидия алынып тасталынған болатын. Бұл өз кезегінде мына шошқа шаруашылығына берілетін субсидия көлемін 2 есе азайтуға мүмкіндік берді. Шошқа шаруашылығында жем азыққа берілетін деген мәселе көтерілген. Жалпы бұл ақпарат дұрыс емес. Шошқа шаруашылығында ондай субсидияның түрі жоқ. Жем-шөпке берілетін субсидия жоқ. Сонымен қатар қой шаруашылығында биылғы жылы субсидиялау механизмдеріне біраз өзгерістер енгізіліп жатыр. Ол өзгерістер тікелей осы қой шаруашылығы саласында қауымдастықтармен ақылдасып, бірлесіп отырып шешілген мәселе. Тікелей қой шаруашылығындағы шопан ата қауымдастығы атсалысты, республикалық палаталардың өкілдері атсалысты. Қой шаруашылықтарының өкілдерінің біраз ұсыныстары ескерілді. Оның ішінде бірінші кезекте жалпы асылдандыру жұмыстарын жүйелі орынға қою үшін асыл тұқымды малды сатып алу кезінде субсидиялау нормативтерін өсіру бойынша ұсыныс енгізілді. Қазіргі уақытта субсидия көлемі жалпы 150 мың теңгеге дейін артып отыр. Асылдандыру жұмысында тек қана асыл тұқымды шаруашылықтарға ғана емес, сондай-ақ тауарлы шаруа қожалықтарына да осындай субсидиялар қарастырылып отыр. Ол бірінші кезекте әрбір аналық мал басына, егер ол жерде тұқымдық түрлендіру жұмыстары жүргізілсе, жаңағы асыл тұқымды қошқарларды бекітіп, немесе қолданықтандыру жұмыстарын жүргізіп, сондай шараларды ғылыми негізде жүргізетін болса, ол шаруа қожалықтарына әр аналық малдың басына 2,5 мың теңгеден беріледі. Асыл тұқымды шаруа қожалықтарына 4 мың теңгеден жыл сайынғы субсидия беріледі. Сонымен қатар қой шаруашылығында жаңағы марқаны ет өңдеу кешеніне тапсыру кезінде бір реттік субсидия қарастырылып отыр. Яғни оның әр басына орташа есеппен 3 мың теңгеден. Бұл үлкен көмек. Яғни жалпы салыстырмалы түрде айтатын болсам, былтырғы жылдың деңгейінен қой шаруашылығына бөлінетін субсидия көлемі 2-2,5 есе артады. Ол жалпы саланың дамуына үлкен жағдай жасайды деп отырмыз. Бірінші кезекте бізде осы экспорттық нарық дамиды. Көптеген шаруа қожалықтар бүгінде іріленіп, олар бордақылау алаңдарын салуды қолға алуда. Соған байланысты бізде инвестициялық субсидиялау механизмі бар. Соған биылғы жылы қосымша жаңағы қой шаруашылығында бордақылау алаңдарын салатын шаруа қожалықтарына жұмсалған шығындардың 25%-ын өтеу бойынша шаралар қосымша енгізіліп отыр.